Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді екі түрлі балмұздақтың жасалу жолын ұсынамын. Дүкендегі балмұздақтан әлдеқайда дәмді әрі зиянсыз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін балмұздақты сіздер жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Балмұздаққа керекті заттар: кілегей, қоюландырылған сүт, банан және құлпынай. Ең алдымен ыдысымызға салқын кілегейді құямыз. Кілегей қою болғанша жақсылап шайқаймыз. Миксердің ең жай жылдамдығынан бастап ақырындап көбейтіп отырамыз. Міндетті түрде салқын кілегейді пайдаланамыз. Дайын болған кілегей миксерді алған кезде ақпайды. Енді қоюландырылған сүтті құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Сапасы жақсы қоюландырылған сүтті пайдаланыңыздар. Келесі кезекте банан мен құлпынайды ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп езіп аламыз. Кез келген жеміс-жидекті пайдалануға болады. Менің каналымда басқа да балмұздақтың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Дайын болған массаны екіге бөлеміз. Бірінші бөлігіне езілген құлпынайды құямыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Екінші бөлігіне езілген бананды салып жақсылап араластырамыз. Енді мұздатқышқа салатын арнайы ыдыстарымызға саламыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Барлығын салғаннан кейін қақпағын жақсылап жабамыз. Мұздатқышқа 40 минутқа саламыз. 40 минуттан кейін мұздатқыштан аламыз. Сонан соң екі түрлі балмұздақты жақсылап араластырамыз. Қақпағын жабамыз, мұздатқышқа тағы да 40 минутқа саламыз. Осы әдісті тағы да бір рет қайталаймыз. Содан кейін мұздатқышқа толықтай қатыруға саламыз. Барлығын осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, арасында мұз түйіршіктері болмайды. Мінекей достар, өте дәмді екі түрлі балмұздақ дайын. Дүкендегі балмұздақтан әлдеқайда дәмді әрі зиянсыз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін балмұздақты сіздер жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.